Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздің үйіміздегі кіреберісте тұратын, аяқ киім қоятын және киім ілетін шкафты жасайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Біздің үйімізде кіреберісіміз кішкентай, өте тар. Ол жерде бұрын 3 қабатты аяқ киім қоятын, арнайы өзіміздің магазиннен сатып алған кішкене ғана мінекей осындай аяқ киім қоятын сөреміз бар еді. Енді осыны басқаша ғып қолдан жасап, жолдасым өзгертпекші. Осы жерге әрі аяқ киім қоятын, әрі киім іліп қоятын қылып, шкаф жасап қоймақшы. Ол үшін арнайы магазиннен барып, базардан барып, темірлерін бәрін алып келді. Мінекей, сосын осы темірлерін бәрін өлшеп, қиып, мінекей, кесіп бәрін дайындап қойып қойды. Біздің кіреберісіміз өте тар. Біздің жасайтын шкафымыздың ені 80 сантиметр, ұзындығы 1,70-1,75 шамамен сондай болады. Бұрын малға шыққанда киетін кейбір киімдерін, курткаларын, костюмдерін соны сыртқа іліп қоятынбыз. Қыстың күні ол өте суық болады. Малға киіп шыққанға, сондықтан да осы кіреберіске сыртқа мал қарағанда киетін, малдың шөбін дайындағанда киетін киімдерін осы жасап жатқан шкафымызға іліп қоятын боламыз. Менің ойымша әдемі, керемет шкаф болып шығады деген ойым бар. Мінекей, есіктің алдында сарайда шкафты жасап жатыр. Алғашқы скелеттерін бәрін құрып қойды. Енді осылардың бәрін сваркілеп, әдемілеп жапсырып жатыр. Алдыменен аяқ киім қоятын сөрелерін жасап шықты. Өте майда шүйде жұмысы көп. Ұсақ түйек жұмыстары өте көп екен. Мына аяқ киім қоятын жерлеріне жіңішке темір пруттардың бәрін қиып, майдалап, біртіндеп, олардың бәрін солай жапсырып шықты. Мінекей темірлерін бәрін жақсылап жапсырып жатыр. Мына жерде майда темірлерін бәрін аяқ киім қоятын жеріне майдалап бәрін біртіндеп жапсырып жатыр. Ал мына жоғарғы жағына бас киімдерін іліп қойса болады. Ал мына бір жеріне киімдерін ілетін болады. Енді біз бұл шкафты үйіміздің кіреберісінің размеріне қарай енін кішкентай қылып жасап жатырмыз. Егер кіреберісіміз үлкен болса, бұны үлкен қылып, кең қылып жасар едік. Енді жоқтан жақсы, әрине. Аяқ киімдері осындай жылы, жақсы жерде ілініп тұратын болады. Әйтпесе былтыр малға шығады ғой, қойға жем беруге, немесе қойдың астын тазалауға, далаға шыққан кезде қыстың күндері өте суық, далаға киетін киімдері суық жерде тұрғандықтан азанда кигенге өте ыңғайсыз болатын. Сондықтан да енді сырт киімдерін де жылы жерге қойып қойсақ деген ойымыз. Мінекей, шкафымызды жасап болып қалды. Енді барлығын жақсылап краскілеп жатыр. Қара түске әдемілеп, барлық жерін краскілеп жатыр. Енді
краскілеп болғаннан кейін осы жерде 1-2 күн кептіріп, сосын үйіміздің кіреберісіне кіргізетін боламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.